الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz 13-ші дәріске келдік 19-ші дәріс әт-тәсиъ 19-ші дәріс бұл жерде біз санауды үйренеміз яғни 3-тен 19-ның арасындағы санды үйренеміз алдында біз біреуді өттік сосын екілікті өттік мысалы толип десе толип ол бір студент екі студент қалай еді толибәни екі студент енді 3 студент деп қалай айтамыз бүгін осы сабақта үйренетін боламыз соған қатысты диалог берген мудир және мударрис директор мен мұғалім арасында директор сұрап жатыр кәм талибан жадидан фи фаслика я шейх сіздің сыныбыңызда қанша жаңа студенттер бар дейді фихи яғни сыныпта хә дамирі осы фаслға айтады яғни фихи хә дамир онда деген мағына яғни сыныптың ішінде ашарату толлабин жудудин дейді сыныпта жаңадан 10 студент бар мин айнахум олар қай жерден әкуллухум мин бәледин уахидин олардың барлығы бір қаладан ба бір елден бе лә жоқ хум мин биладин мұхталифатин олар әр түрлі елдерден минхум олардың ішінде сәләсәту туллабин мин Филиппин Филиппиннан 3 студент бар сәләсәту туллаб وأربعة طلاب من اليابان Жапониядан 4 студент وطالبان من الصين Қытайдан 2 студент طالبان وطالب واحد من Малайзия Малайзиядан 1 студент бар дейді أفي فصلك طلاب من أمريكا Америкадан, яғни сіздің сыныбыңызда Америкадан студенттер бар ма дейді наам я бар фихи сабату туллабин мин Америкия сыныпта Америкадан 7 студент бар ахум жудудун олар жаңадан келген студенттер ме лә жоқ хум қудама олар ескі яғни бұрыннан оқып жатқан студенттер қодим деген сөз бар оның алдында өткен болатынбыз соның көпше түрі қудама қодим қудама кәм талибан фихи мен урубба Европана жақтан Европадан қанша студент бар фихи хомсату туллабин мен Инкалтарра дейді Англиядан 5 студент саманияту туллабин мен Алмания Алманиядан Германиядан 8 студент وستة طلاب من فرنسا Франциядан 6 студент وتسعة طلاب من اليونان Грекиядан 9 студент бар дейді шукрон я шейх дейді сізге рахмет шейх я ұстаз деп айтып жатыр енді тәмәрин жаттығулар мына жақта соны түсіндіреді міне сәләсәту 3 деген мына жақта жазып қойған 3 4 5 6 7 8 9 10 міне мынау 3 4 5 6 7 8 9 10 3 міне сәләсәту туллабин 4 былай жазылады бірақ оқыған кезде арбаа 5 былай яғни дөңгелек секілді бірақ хомсәту деп айтылады 6 былай ситтәту 7 былай
сабаату, 8 самания, 9 тисаату, 10 ашарату, ашара. Сосын мына жақта жақсы ережені түсіндіріп кетуіміз керек. Біз толиб деп бір студент болды. 2 студент болса толибани. Енді 3 студентті неде қалай айтамыз? Сәләсу толлобин. Уже наяқта байқасаңыздар, көпше түрі кетіп қалды, иә? Көпше түрі. Дәл осылай жазамыз. Яғни көпше осы 3-тен бастап 10-ға дейін, міне 3-тен бастап 10-ға дейін осы көпше түр кетеді. Дәл осылай жазуымыз керек көпше түрде. Және де тәмарбутамен болады да, тәмарбутамен болады. Яғни сәләсәту тулло бин деп, және мудоф илейхпен болады. Мынау мудоф илейхпен болу керек. Байқасаңыздар. Міне сәләсәту тулло бин, арбаату тулло бин, хумсату тулло бин. Яғни сан осылай саналған зат көпше түрде болады. Мысалға 3 кітап дегенде қалай айтамыз? Сәләсәту, міне сәләсәту кутубин, көпше түрі келек бізге. Кутубин, 3 кітап деген сөз. 3 кітап. 4 кітап дәл осындай арбаату кутубин. Осылай кете береді. Яғни көпше түрде жазамыз. Сол үшін біздің сол сөздің көпше түрін білу керек. Мысалға 3 қалам. Яғни 1 қалам, қаламун, 2 қалам, қаламани, дұрыс па? Қаламани, 3 қалам, сәләсәту ақламин. Ақламин болады. Яғни мудоф илейхпен жүреді. Осы арбаату ақлам, хумсату ақлам, ситтату ақлам, сабаату ақлам. Яғни мына сөздің көпше түрін біліп жүруіміз керек. Яғни мына жақта оқып және жазамыз. Инди хумсату кутубин ва сәләсәту ақламин. Міне. Менде 5 кітап бар және 3 қалам бар дейді. Міне менде 5 кітап және 3 қаламдар бар. Холидун лаху ситтату әбіне. Холидтің 6 баласы бар дейді. Кәм ахон ләка я Амина. Амина, сенің қанша бауырың бар? Ли арбаату ихватин. Міне. Менде 4 бауырым бар. 4 бауырым бар. Фил усбуи сабаату айям. Аптаның ішінде 7 күн бар. Айям дегеніміз бұл күн. Яғни 7 күн бар. Кәм риялан индaka алан я Аммар. Аммар, дәл қазір сенде қанша риал бар? Қанша риал валюта, я? Инди алан 8 риалат. Дәл қазір менде 8 риал бар дейді. Фи хазал хайи 9 буютин жадидатин дейді. Осы районда, хай деген аудан, аудан, район орысша. Ауданда 9 жаңа үйлер бар дейді. Хәзі осы ауданда 9 жаңа үйлер бар. Лихазихи сайяроти арбаату абуабин. Осы көліктің 4 есігі бар. Абуаб. 4 есігі бар. Кәм саману хазал китаби. Осы кітаптың құны қанша? Самануху, міне. Самануху
сәбәәту риалатин ва нисфун дейді. Оның құны, сәмен дегеніміз оның бағасы, құны. Оның бағасы 7 реал және де нисф жарты, яғни 7,5 деген, нисф дегеніміз жарты. Сонда 7,5, 7,5 реал дейді. في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد дейді. Жудудин. Осы сыныпта бұрыннан оқып жатқан, ескі, қодамы бұрыннан оқып жатқан 10 студент бар, және жаңадан 4 студент бар дейді. Кәм қомисан айндака я Ибрахим. Ибрахим, сенде қанша көйлек бар? Айнде арбаату құмсан. Менде 4 көйлек бар. Айнде риалани ва хомсату құрушин. Менде 2 реал бар. Риалан 2 реал. Және 5 құруш. Құруш деген тиын деген мағына. Мысалы бізде теңге, сосын тиын деген секілді ғой. Мысалы доллар, потом цент деп айтады ғой. Сол секілді құруш, тиын. في هذه الحافلة 10 ركاب. Осы автобуста, хафила, автобус. Осы автобуста 10 руккаб дегеніміз мінуші кісілер. Яғни 10 адамдар бар дейді. Мына жақта санды жазып, 2, мына жақта бізге 3, мысалы, осыған қарап отырып, біз санды жазуымыз керек. Кәм китабын айндака, сенде қанша кітап бар дейді? Айнде, менде 3 кітап бар. Осылай айтуымыз керек. Міне сәләсәту кутубин. 3 кітап бар. Кәм ахун ләка я Хамид. Ей Хамид, сенде қанша ағам бар дейді? Айнди, мына жақта 5-ті жазамыз, мына жақта. Айнди хомсату ихватин. Кәм амман ләка я Али. Ей я Лайла. Я Лайла, сенде қанша көкем бар дейді. Қалай жазамыз? Айнди, немесе не деп айтамыз? Адам болса ли, Мына жақта да ли болады онда. Адамдарға ли деп айтады едік. Ли, яғни менде деген ли. 4 жазамыз. Мына жақта 4-ті бергенімізге. Рили, бірінші 4. Арбаату. Амны көпші түрі ағмам, ағмамин. Кәм ибнін ләка я шейх дейді. Сізде қанша бала бар дейді? Не деп айтамыз? Ли. Мына 6 жазамыз. Ситтату. Қазір тұрсап жазып жерейін. Ситтату абнаин. Кәм суалан фи хаза дәрс. Осы сабақта қанша сұрақ бар дейді? Қанша сұрақ? 8 жазамыз. 8. Фи хаза дәрси, яғни фи хаза дәрси, осы сабақта 8 жақсы қимай қапты. 8 әсилә, көпші түрі. 8 әсиләтин. Осыны жақтың бәрін толтырып жазып шығамыз. Кәм рокибан, кәм сәмәні, бұл баға деген секілді. Мына жаққа бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сол 3-тен 10-ға дейінгі
3 және 10 деп тұр. Осылардың бәрін жазып шығамыз. Мына жақта китап, 3 кітап деп бастап. Мысалға китап деп тұр, онда сәләсәту кутубин. Сонда келесі 3 болды. 4 қалам. Арбаату ақламин. Сосын тәжір 5. Хомсату туджарин. Көпше тұр, е? Туджарин. Әне осылай, мына жақта 6 осылай жазады. 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жазып кетті. Яқта тағы да 10 деп жазсаңыздар болады. Немесе 3 деп кез келген санды қойсаңыздар болады. Әлі біз 11-ден кейін өтпедік қой, 11, 12. Яқта жаңа сөздер берген, соны бір қарап шығайық. Сәмін, әне бұл баға дедік. Баға немесе құн. Бір заттың құны. Нисф деген бұл жарты, е? Жарты. Реал, бұл реал, кәдімгі құн. Валюта, е? Хафиле бұл автобус дедік. Автобус. Суәл бұл не? Сұрақ біздегі. Сұрақ. Бәлет бұл ел деп айтсақ болады. Немесе кейде қала болып кетуі мүмкін. Яғни сөйлемге қарай. Еуропа дегеніміз бұл Еуропа. Франция білесіздер. Мұхталифа дегеніміз бұл әр түрлі. Сосын аяқта аль-яум бұл күн. Қирш және құруш бұл бағанағы тиын. Ракиб, руккаб. Не бұл бағанағы жолаушы немесе көлікке мінушіні айтады. Мінуші. Қадим бұл ескі. Әл-джайб деп сөз кепті. Джайб бұл жуып, яғни қалта. Алмания деген Германия, Юнан деген Грекия болды, Малайзия дегеніміз Малайзия болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алямин.